Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Фариза Бахтиярқызы. Сіздерге велосипедтің денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін түсіндіруге тырысамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Велосипед тебу қоршаған ортаға мүлдем қауіпті емес. Керісінше көңіліңізді көтеріп, күні бойы сергек жүруіңізге кепіл болады. Ал егер велоспорт күнделікті әдетіңізге айналса, жалпы денсаулыққа пайдасы мол. Күйзелістен құтқарады. Велосипед тебу арқылы жайсыз жағдайларды ұмытуға болады. Бірнеше километр жоғары жылдамдықпен жүрсеңіз, барлық теріс ойлар басыңыздан кетіп қалады. Велоспорт кезіндегі жай қозғалыс біркелкі жылдамдықпен дұрыс дем алудың өзі орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Жүрек ауруын болдырмайды. Велосипед тебу кезінде жүрек бұлшық еті белсенді қызмет етеді. Әрдайым велоспортпен шұғылдану миокард инфарктісінің алдын алады. Алайда 15 км/сағат артық жылдамдықта тауға шығу белсенді жүру қимылдарына дайындалмаған адам үшін кері әсерін тигізеді. Жүрекке шамадан тыс күш түсіру зиян. Сондықтан жаттығуды аз мөлшерден бастап біртіндеп көбейту керек. Варикоздың алдын алады. Аяқтағы тамырлардың варикоздың кеңеюіне генетикалық тұрғыдан велосипед педалін айналдыру өте пайдалы. Біріншіден, аяққа жүгіруге қарағанда арнайы салмақ түспейді. Екіншіден, аяқ әрдайым жазылып бүгіліп отырады. Соның арқасында вена тамыры ішінде қысым жоғарылап, қан ағу жылдамдығы жоғарылай түседі. Өкпе белсенді жұмыс істейді. Ұзақ уақыт велосипед тебу адам өкпесінің толыққанды жұмыс істеуіне пайдасы зор. Өкпемен белсенді жұмыс істеу ағзаға оттегі көп түсіреді. Әсіресе шылым шегетіндер үшін пайдасы зор. Мәселен, белсенді жұмыс істеген өкпе жиналған токсикалық заттарды жылдам шығаруға бейім болады. Көздің көруін жақсартады. Күнделікті компьютерге көп уақыт қарап отыратындықтан көзіміз тез шаршайды. Алысқа қарау мүмкіндігінен айырыламыз. Ал велосипед айдау барысында алыс аймақты да бақылайтындықтан көзіміздің бұлшық еттері демалады. Артық салмақты жояды. Велосипед артық салмақты жоюға көмектеседі. Орташа есеппен 1 сағаттай велосипед тебу 250-300 калорияға жоғалтуға себеп болады. Егер жүгіруге қиналсаңыз, оны велосипедпен алмастырыңыз. Аяғыңыздың бұлшық еттері қатаяды. Мұнымен қатар теріңіздегі жаралар жазылады. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.